Ассалаумалейкум достар. Науқастардан жиі келетін сұрақтардың бірі МРТ-ны қалай жібереміз? МРТ-ны дәрігерге қалай жіберу керек екенін мен сіздерге көрсетейін. Дискті аласыз, МРТ компьютерден ашамыз. Диск салғаннан кейін мой компьютерге кіріп, диск ашылады. Ашылған дискті мына ішіне кіріп, ішінде мынандай МРТ-ның мәліметтері бар. Соны скопировать етіп аламыз. Мына рабочий столға бір папка ашып қойдық. Осы папканың ішіне жазып алған нәрсемізді саламыз. Сыртына аты жөніңізді жазасыз. Мына жазылып болды. Осы папканы аты жөнін жазып, қандай МРТ екенін жазып, оң жағын басқан кезде мен ағылшынша мына жерде орысшада жат деп тұрады. Сол жерде мына zip файлға аударасыз. Осы пациентті аударылған нәрсе мынандай архивированный WinRAR файлда тұрады. Осыны одан кейін өзіңіздің почтаңызды ашасыз. Сол жерде жібергіңіз келген дәрігердің аты жөнін жазасыз. Сол жерге прикрепить файл, рабочий столда жазылған пациентті таңдап жібересіз. Сол кезде оның памяті аз болады, және дәрігерге де ыңғайлы болады. Болды, отправить басамыз. Еш қиындығы жоқ. Кез келген адам үйде отырып, осылай дәрігерге МРТ, КТ снимоктарын жібере алады. Осы видеоны пайдалы болса сақтап қойыңыз, таныстарыңызға жіберіңіз, немесе дәрігерлерге, пациентке жіберетін лайфхак видео болсын.